жақыннан ғана сөйлесең ғана естілетін болады. Ал көбейткен сайын біздің даусымыздың өте сезімталдылығы арта береді. Мен бұл сезімталдылықты өте жоғарысына қойып қоямын. Және де мен жақта өшіріп қосатын кнопкасы бар. Мен сіздерге қазір бекітіліп тұрған соң аударып көрсете алмаймын, бірақ басып көрсете аламын. Қараңыздар, қазір даусым естіліп тұр. Қайта қосқан кезде ғана даусым естіледі. Және де микрофондағы дауысты құлаққа беріп тұратын мынадай бұрайтын кнопкасы бар. Бұны бір өзімізге қалаған дауысты естілу үшін бұрап қоямыз, бірақ бұл біздің микрофонымыздың дыбысына әсер ете алмайды. Тек қана өзіміздің құлағымызға қатты естілу керек болса, или жай естігіміз келеді болса, сонысының режимін ғана туралап қоятын боламыз. Осылай біздің Blue микрофонымыз өте күшті мүмкіндіктерге ие. Ары қарай сіздерге кішігірім триггерлерді жалғастырайын. Егер сіздерге осылай тырнақ қойып триггерлер жасаған ұнайтын болатын болса, комментарийға міндетті түрде жазыңыздар. Мен әр триггерлерде осындай тырнақтар қойып жасауға тырысатын боламын. Осымен бүгін